güçler әсер etmеген жағдайда дене не істейді? Қалай біз? Денеге күш әсер Тұрып жауап берейік тәрі. денеге күш әсер етпегенде немесе күштер көмкерілген. Теңгерілгенде. Дұрыс балалар, бәрі осылай деп ойлайсыңдар ма? Бір сөзді дұрыс етпей қалдыңдар. Ньютонның бірінші заңы қандай жағдайда қолданылады? Қандай жағдайда қолданылады? Амалой қойшы. Денеге күш әсер етпегенде немесе күштер теңгерілгенде. Ал көрейік. Мінеки. Ал жаңағыда тыныштық күй дегенді ұмытып кеттіңіздер. Сонымен Ньютонның бірінші заңы егер бір дене екінші денеге не істейді? Немесе тыныштық күйін сақтайды, немесе бір қалыпты формуласы. Жаңа ғана айттық қой, жылдамдықты неге қатынасы? Уақытқа қатынасы. Өте жақсы. Енді осы жерде мені қосып жүрсеңіз, сізге жаңа сабақ бар. Қатысушы жүк автомобилін сүйреген кезде оған белгілі бір күш салып, осы күшті басқа бір күшпен салыстыру үшін біз оларды сәйкес бірлікте көрсету керекпіз. Күштің өлшем бірлігі ньютон болып табылады. Оны N тәртібімен белгілейді. Жоғарыда айтылған мысалға қайтып оралайық. Салмағы 100 грамм шоколадты көтеру үшін бізге шамамен 1 ньютон болатын күш жұмсау қажет. Сонда салмағы бір неше деді? 100 грамм шоколадқа 1 ньютон. Сызықтарсыз. Бұл жағдайда олардың біреуі көлбеу жазықтықтың бетіне параллель, екіншісі оған перпендикуляр болады. Енді біз сызған сызықтарға параллель және берілген күш векторының ұшы арқылы өтетін параллель сызықтар сызамыз. Осылайша біз қабырғалары құраушы вектор және диагонали тең әсерлі күш векторы болатын параллелограммды құраймыз. Келесі кезекте сізге жай ғана керек векторлардың ұштарын белгілеу керек. Берілген векторды осындай тәсілмен әртүрлі құраушыға жіктеуге болады. Өте жақсы. Біз не өтірдік дел балалар? Векторларды өткен болатымыз, я? Бір вектордың ұшына